Хей, баршалықтарына сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен Рей. Мен арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен Moonpixel серверіндемін. Видео қызықты болады, барынша қызықты болады, сондықтан қызықты етуге тырысамын. Лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, және де комментарийге өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Біз өзіміздің осы сервердегі бастапқы наборымыз кетістарды аламыз да біз автошахтаға баратын боламыз. Автошахтаға бару үшін біздерде Warp Mine'ді жазамыз. Мінекей, хоп, автошахтаға келдік. Біз қазір автошахтаны тонап кетеміз. Мен железный кирка алып келген болатын, алтын алмаздарды алу үшін. Ары қарай жалғастырып көре берсеңіздер болады. Thoughts keep running inside my head and I don't know why, but they want me dead. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain. I'm praying, my Lord. I'm praying cause my devil is behind my back. Автошахтаны тонап алтындар, золото, алмаз аномаларын алып біткеннен кейін RTP жазған болатынмын. RTP-ны жазу үшін сендерді RTP емес, Uelt бұл серверде, және де өзіміздің қалаған жерімізге Uelt кез келген жерге тп етіп жіберетін. Неке біздерде мынандай жерге тп етілдік. Енді осы жерде үйімізді соғатын боламыз. Және соғатын жерімізді тазалаймыз. Өзіміздің жеріміз тазалап біткеннен кейін үйіміздің үй соғуға кіріскен болатынбыз. Әрине біздерде ағаштар аз болғаннан кейін версия жасап, өзімізге керекті броняларды жасап алған болатынбыз. Әрине бір өлтіріп кетсе үй соғып отқанды. Сондықтан жасап алып, боттың үстін жасадық. Біздерге әрине бас киімі мен аяқ киіміне жетпей қалғаннан кейін автошахтаға барып, тағы да алмаздар алып келген болатынмын. Осындай нелерді жасап алғаннан кейін мен зачаровальняға барған болатынмын. Зачаровальняға келгеннен кейін мен мына киімдердің бәрін зачаровать еттім. Ол зачаровать еткен киімдердің бәрін сосын өзіме киіп алдым. Неғып қайталап зачаровать етіп жатыр десеңдер, бұл броняларды мен мақта қылғым келді. Сондықтан да осылай зачарование істедім. Оларды киемін деп күштерін көрдім, бірақтан күштерім мықты, сондықтан да киіп алдым. Ендігі өзіміздің үйіміз хомға келіп, ағаштар жинап бастадық. Өзіміздің ағаштарымызды дубовой доскиге айналдырып, үйіміздің көлемін бәрін ойластырып, интернеттен қараған жоқпын. Сөйтіп, үйімізді соғып бастаған болатынбыз. Әрине, сіздер жылдам көресіздер, ал давайте. Үйіміздің шет-шетін бітірген болатынбыз, яғни бітіп қалды. Енді біз полын осындай ағаштармен, осы ағашпен істейтін боламыз. Дубовый дос. Дәл осылай үстінде дубовый доскимен істейтін боламыз. Неғып мен видео жылдам болып атыр десеңдер, мен де видео ұзақ созғым келіп тұрған жоқ, сондықтан жылдамдатып істеп атырмын. Үйім шатыр болмағаннан кейін оны сындырып, тапорымды сындырып алдым. Тапор істейтін алмаздар жоқ, сондықтан мен автошахтаға барып келген болатынмын. Автошахтада Бархан деген бала тұрды. Мен оны
оған мән бермей өзімнен алмазымды іздедім. Алмазымды тауып алғаннан кейін оны қазып алдым да өзімнің үйіме хоммен зыттым. Үйіме келгеннен кейін мен әрине балтамды істеп алдым да үйімнің шатырын сындырдым. Мінекей үйімнің шатырында біттім. Бағанағы шатырым екі-ақ блок болып қалды, сонысын сындырдым да қайтып 3 блокпен шатыр істедім. Освещение жетпегеннен кейін факелдердің бәрін қойып шықтым да, қойып шығып жатырмын да, общем есік жасап шықтым. 4 есік жасау керек болады, бірақтан мен 3 есіктен осылай қойғым келді. Бірақтан бұл жараспай қалғаннан кейін мен терезені көп не істемей қояйын деп мына жаққа да есік қойдым. Бірақ есігім біреу болып тұрғаннан кейін тағы да есік жасап, сол неге есік қойдым. Некейім осындай болып шықты. Ішінің бәрі осындай, 2 есік, мына жаққа терезе жетпегеннен терезені алып келейін деп едім, бірақтан оған уақыт болмады. Ол өте алыста болды. Сондықтан алып келе алмадым. Үйім осындай болды, және де мен ағаш топор істедім да үйімді іргілауға кірістім. Яғни іргіпос 1, іргіпос 2 деп іргілай алмайсыңдар сендер. Іргілап алғаннан кейін іргі бар ма жоқ па тексерейін деп палка істедім да қарадым, әрине іргі бар болды, бәрі дұрыс. Эргінің аты Рэй Топчик болды. И осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Рэй. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Видеоны лайк басып тіркеліңіздер. Давайте.